бүгін таңым күшті болып өтетін сияқты. Дала жап-жарық, маған қатты ұнап тұр ше. Той ішіп кетті, енді не істеймін мен? Так, мен қазір жоғарыдан барып сұрайын. Ой, кешірім сұраймын. Тоқта, күзет жағай. Неге кіріп бара жатырмын мен вообще? Маған үйге кіруге болмайды. Қазір уборщик па, няня ма? Няняны шақырайын да сұрайыншы. Не болды, айта беріңіз. Үйге барып, үлкендердің барлығын тұрғызып келуімді сұраймын. Содан кейін кеше үлкендер бар, яғни жеңешесі, тек үйінде жеңешесі мен балдары қалады екен. Үлкендер мамасы мен папасы, сосын ағасы бір жаққа кетеді екен. Сол үшін солардың қазір тұрғызып сөйтіп келші. Жарайды. Ой, бұларды тұрғызу маған қиын емес. Жақсы кеттім. Бүгін мен үлкендерді тұрғызайын, екі үлкенді. Ай, Альмира. Ай, Амина, тұрыңдар. Мен сендерге күшті жаңалығым бар. Ой, жеңеше, қандай күшті жаңалық. Сондай күшті болатындай. Не болды? Тұрғызшы ана Амина. Амина, тұршы болды. Ұйықтай бересің, ұйқы бассың ба? Амина. Мен сендерге күшті жаңалығым бар. Қазір мен сендерге айтамын. Яғни, қазір мынандай сендердің үйдің үлкендерінің барлығы бір жаққа қалады, тек үйдің кішкентайлар кетіп қалады. Ура! Ес! Қуанбай-ақ қойыңдар, сендер емес. Қалайша сонда біз емеспіз? Енді әңгімені соңына дейін тыңдаңсай. Қандай өкінішті. Жарайды, айта берші. Яғни, қазір сенің ата-аналарың, сосын ағаларың ғана кетеді. Үйде сендердің келін жеңешелерің болады. Жарайды. Сол үшін осыны айтайын деп едім. Тезірек киімдеріңді киіп сөйтіп алыңдар. Мен үшінші төбеге кеттім. Қорсын, не айтқаным да түсінен. Мә сағат деген. Әлі деген таң ғой, 8 ғой. Таңғы 8. Той енді сол ғой. Мен онда бүгін далаға шығып келемін. Саған ұрсат, далаға шықпам. Кетші бар, ұрсықпайды. Мен бүгін қыздармен бір жаққа кетуім керекпін. Жеңешемнен сұрап кет. Итакты сұраймыз ғой, не сұранбай кетеді дейсің ба? Сосын ұрса бермеші, әкеме айтып берем. Әкем сосын дау қылып барлықтарыңды айқайлап шығады. Түсіндіңдер ма? Итак айта бер бізге бәрі. Себебі әкешім біздің ешқайсымызға айқайламаған. Даже айқайламайды. Көрерсің, бір күні айқайлайды. Болды, сен қызғырғандай бермеш. Бір күні айқайлап қалсаң не істейсің ал? Ештеңе істемеймін ал. Сен тіліңнен жағына сүйенбей тезірек кет. Жарайды, бірақ мені әзірше кешіремін. Кеттім мен. Жеңешем енді қашан келеді екен? Қыздар, мен әлі кеткен жоқ. Не затында төбелесіп жатсыңдар? Нянямыз барлығын білеміз. Сен әңгімемізді естімеш, барда уборщик апайды шақыр, екеуміз жақсылап сөйлесек. Содан кейін қай жақта ана поварларың? Қашан келеді? Шақырам. Той бірінші үстіге барып келейін. Тезірек шақыр. Келдім. Құшылардың үйі күшті екен. Үйіне няня болып кіргенмен кеттім. Ой, кешірім сұраймын, жеңеше. Аға, не болды таң азанымен? Менің нервыма тимеш? Айта бер. Бүгін сіздер бір жаққа барады деді ғой, соған сіздер кеш қап қоймасын деп айтып жатырмын. Балдарыңызды өзім қаратқызып қоямын. Өзім қараймын. Сіздер киініп кете берсеңіздер дегенмін ғой.
Жарайды, сен бара бер. Балдарды алып кете бер, мен қазір өзім барамын. Ана ақын шақырайын. Түк. Кіре бер. Қалайсың шашың? Ойбай, шыға тұр. Жақсы, чик. Тоже не білемін мынау. Орамалымды тағайыншы хотя бы. Енді кіре бер. Шындығын. Общем, сіз бүгін үйде бір өзіңіз қаласыз, ал сосын мына сіздің күйеуіңіз, жолдасыңыз, сосын ағам мен апам, яғни ағам мен жеңешем бүгін бір жаққа кетеді. Мен сонда балдарға тамақтарын берем ба? Жоқ, уайымдамай-ақ қойыңыздар. Үйде повар, сосын деген уборщик, няня барлық бар. Наконец-то. Тек сіз балдарды, няня, солардың барлығы дұрыс батқа қарап жатырған барлығын тексеріп жүресіз. Жарайды. Онда сіз кете берсеңіз болады. Так, мен қазір келем. Ойбай, не дейді, құрсының күшті болатын ғой. Жан, тұршы, тезірек, қазір бүгін сен бір жаққа баруың керексің, содан кеш қаласың. Ой, не алдайды, жақсы. Жақсы, онда мен телефонымды алып кете берейін. Кете берейін дегенде доғаршы. Тек барамын деп. Жақсы, мен онда өзім повар мен заттарды өзім шақырам. Сіздер анында төменге бара беріңіздер. Қазір жеңешем мен ағам келеді. Жарайды. Ей, жұлдыздарым, ханшайымдарым, тұра қойыңдар. Күшті жаңалығым бар. Айта беріңізші маған. Бүгін сендердің ағаларың, папаң мен мамаларың бір жаққа кетеді. Үйде барлықтар сендерді қарап қояды. Тезір киініңдер. Жарайды. Күшті болды ма? Жақсы, астыға келе беріңіздер. Жақсы, менгі отағасын оятайын, сен кете бер. Отағасы тұр, тезірек. Кетуіміз керек. Ой, жақсы. Телефонымды ал бұл. Қыздар жүріңдер, сендер астыға барамыз бәріміз бірге. Қазір тамақтарыңды өздері алып келеді. Келдік. Ой, келіп қалыпсыздар ғой. Жақсы, келін, енді сен осыларға өзің бас көз бол. Біз кетіп бара тұрық, сол айтайын детқаным. Жақсы, сендерді мынау қарап қояды. Жарайды, біз кеттік онда. Анау күйеуің қаяқта? Ой, ол бірінші этажда сіздерді күтіп тұр. Жақсы, барам. Жүр, няня менімен кетіп қал бірге. Ой, аналар уж кетейін деп жатыр ма? Ой, кеп қапты. Уже мен шақырып қойын ана жаңағы повар мен уборщикті. Біз кете берейік онда. Жақсы. Сіздер кете беріңіздер, жолдарыңыз болсын. Қанекей, сендердің барлықтарыңа сәттілік. Енді жұмыстарыңа кірісіңдер. Жарайды, онда біз кеттік. Сен қайда кетіп баратсың, ей? Тамақ деген склад жерде, сол жерін пісіріп алып келесің. Ой, жақсы. Айтпақшы, оның үстінде тамақтың бәрі дайын тұр. Жарайды. Бара беріңдер, мен күшті болып отырайын. Жақсы, біздің жұмысымызға кеттік. Ой, біздер келдік, уже жұмысымызды бастап кетейін деп жатырық, сіздер отыра берсеңіздер. Жарайды, біз бәріміз отырып алайық. Қанекей, жайғастық, енді сендер қанша тамақтарыңды берем. Алдында тұрған заттарыңды жей беріңдер, үй қалмай алып. Сендер енді полды жуа беріңдер. Қазір мен сендердің барлықтарын берем. Тек уайымдамаңдар. Мамам саған. Кішкентайларда осындай бокалмен ішеді ма? Білмейсіз ба, не бұрыннан бері таныстырып келе отыр қой. Айқайлама. Айқайлаймын, мен өзім білем. Ой, сен маған айқайлайтын болыпсың ғой. Мен сен бүгін маманы айтып берем. Маған бәрібір.
Кешірім сұраймын. Кешірейік. Ой, кешіріңіз, тәрбие бермеппін ғой. Ойындар болды. Жақсы шай тамағымызды ішейік. Нормально. Қыз бастамай отыршы. Қазір мен жылап жіберем. Папаға звондаймын, барлықтарын айтып берем. Ой, болды. Жақсы. Теспейміз. Теспей отырыңдар, болды. Ол үйдің иесі ғой, теспеңдер, болды. Мен оған тиссеңдер, ол папасын айтады. Сосын папасы бәрімізді қырады ғой. Содан кейін ана бокалмен шай ішпеңіз. Өзіңізге бокал алып ішіңіз. А то сілекейіңіз жағасыз. Жуамыз ғой. Жақсы шайларыңызды іше беріңіз. Осыдан кейін қалай ішесің? Кім пісір? Кеше сен мамаң пісіріп кетті. Өздерің пісірмейсіңдер ма біздің мамаға бермей? Жақсы пісіреміз сосын. Маманың тәтті екен. Шай тәтті. Шайын мақтамаңдар, оның шайы жаман. Содан кейін біздің үйдің шайы, менің 2 апам бар, солар құйған шайы өте дәмді. Қыз болды, қойшы. Қашан үйренесің сен, а? Вообще үйреніспей. Жақсы, шай тамақтарын ішіп болсаңыздар, кете беріңіздер, мен өзім дастархан жинап аламын. Жина. Ол келіңдер бірге шай тамақ ішейік. Қазір мен келемін. Бұл ана қыздың тілі ұзын ғой, құлақ құрсын. Өзім поваршылық болмағанына шүкір, аты тілімді кесіп ейін. Не айтып жатсыңдар? Ой, бұл ана қыздың тілі ұзын ғой, құрсын. Бетіне мыжық тастаған кетті. Просто ұят қой оған. Еще ақшамызды төлемей қалар деп қорқып отыр. Жақсы шай тамақ ішіп болсаңдар, жұмыстарында жете беріңдер. Мен отатпен өзім ақ кеткім кетті. Айтпақшы, мен қыздарға қарап қояды, тағы ұрсады. Ой, кешірім сұраймын, уайымдамай-ақ қойыңыздар. Қыздар деген төменге ойнауға кеттім. Жақсы, онда біз де төменге барайық, бәріміз бірге. Кетті онда. Ой, міне ойнап жүретін. Мен онда сендерді қарап тұрамын жерде. Май қыз, неге сөйлесін үлкендерге? Болмайды өйтіп сөйлеуге. Білесің ба, папаға айтсам, ол сені айырады ғой. Қойшы, енді өзі ғой ана жерде мақтанып тұрған. Содан кейін маған тисе бермеңдер, папаға айтамын. Үйдің барлық қыз болғаннан папа бізге ұрыспайды. Үйде мынаның орнына ұл болса ғой, айыратын еді. Сен просто папа ұрыспағанын пайдаланып, ырвандап жүретін. Қой болды ондай әдетіңді. Енді ол маған сөйтіп сөйлейтін болса, мен қоймаймын әдетімді. Егер қойлар маған өтіп сөйлемейтін болса, қоямын. Өздерін соларға айтыңдаршы, мен миымды ашытпай. Жарайды. Содан кейін мен осындай велосипедке болмаймын. Сендер қашан көрсеңіздер сондайсыздар. Мен болды енді теңізге болмасам. Бола ғой, өзімнің қалағаным болсын. Апа, мен де боламын. Жоқ, сен болма. Сен батып кетсең, папа бәрімізге айқайлайды. Жоқ, мен болам. Апа, мұны менің мойныма келіп тұр су. Жаным-ай, кеші. Көтеріп алайын сені. Сен не ондайсың? Кем мұның үстіне отыр. Енді содан жүз. Содан кейін түсініп ал. Я айта бер.
менің жыныма тиме. Кешке қарай папалар келеді. Сол кезде сендер мені жылатпайсыңдар. Жылатып көңіліме тиетін сөздерді айтсаңдар, папама айтып береміз лечом. Жақсы. Сосын жұмыстарыңды дұрыстап атқарыңдар. Мен сендерге айтып біттім. Енді айтқанымды орындаңдар. Болды. Ей, сен неге өйтіп айтасың? Жынсың ба? Біз бәріміз үйде жоқ кезде, сен үйде бір өзің болған кезде, олар сені теседі ғой. Маған бәрібір. Бөлмеде бір өзім қалсам, олар маған тесе, сразу папаға айтып берем. Сосын олар жұмыстан айырылады. Мына қызың не болған? Білмеймін, өзімді түсінбедім. Шашып кеттің. Ой, келдік, қыздар ойнап жүр екенсіңдер ғой. Иә, барлығы жақсы болды. Мен жұмыс істеген жоқпын. Қолым ұзарып күшті болып қалды. Мыналар істеді ғой. Иә, жақсы, сен онда сендер өздерінің ұйықтайтын сондай жерлеріңе бара беріңдер. Мен қыздарымды алып үйге барып жатқыза берейін. Сендерге қатты рахмет. Тамақ керек емес, өзіміз ішіп келдік. Жарайды, жүріңдер, жатайық. Мен қызым қаяқта ойып өзі жатырайық. Жүріңдер, алып келіңдер шаналарды. Анекей жүріңдер. Маған кіріп тезірек. Өзің жатайық. Жақсы, қыздар, сендер барып жата беріңдер. Екі қыз қаяққа кетті бар. Ана қыз қаяқта? Білмеймін. Әрең неге жатыңдар шекелер. Қарап тұрам, тезірек ұйықтап қалыңдар. Көріп тұрмын мен сырабыны. Ұйықтамасыңдар, таяқ жейсіңдер. Жарайды ма? Не болды бүгін сізге? Ешнәрсе болған жоқ, просто тойдан басым алып кетті. Жақсы, мама, ашуымнан. Қыздар, мен күшті болып шығып келем ба десем, сіз кетіп қалдыңыз ғой. Жатшы болды. Жүріңдер. Келді ғой. Жүріңдер, тезірек жатайық. Түн батты ату, қазір ұйықтамасақ, ұйқысыз түн болып қаламыз. Жарайды, мама, мен онда жатайын. Келіндер. Ой, келін. Ей, сосын. Асхат, жатыңдар екеулер тезірек. Жарайды ма, мен ұйықтаймын. Сендерге ескертіп жүретін заман емес қой енді. Жарайды ма, жатыңдар. Екеулерін түнімен әңгіме айтатын кез әніндей түнімен әңгіме айтатын және бір әдеттерің бар ғой. Әңгіме айтпай ұйықтаңдар, жарай ма? Түн ұйқы болып қаласыңдар. Жақсы. Асхат неге бізге олай айтып жатыр? Біз онсызда ұйықтаймыз ғой. Ей, бұрында біз сондай едік қой. Әңгімені айта беретін едік қой екеуміз. Түнімен ұйықтамай, содан ғой айтып жатқан. Енді маған сөйтіп айтарса, айтса мен көңіліме қалады. Өтінем, айтшы енді өйтіп айтпасын. Жоқ, енді мен олай айта алмаймын. Өзің барып айт керек болса. Маған айқайлайды, ол мен даже танымаймын да ғой. Кім екен? Әкем алып келді соны. Ал достар, менің видеом аяқталды. Сіздерге өте қатты рахмет. Менің видеома қарағандарыңызға. Енді осы каналға тіркелін, осы каналға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Всем пока, достар. Мен сіздерді қатты жақсы көремін. Келесі 3-ші сериалды күтіңіздер. Егер салмай жатсам, онда 3-ші сериал жоқ деген сөз.